Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы технология және флористика колледжінің арнайы пән оқытушысы Нысанова Маржан Аскарбековна. Мен бүгін екінші курс студенттеріне арналған тігін өндірісінің технология сабағынан онлайн сабақ өткізбекшімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі тігісті жеңді өңдеу. Бүгінгі жаңа сабағымыз кәсіптік модуль 8-ші бұқаралық өндірістегі бұйымдарды даярлау бойынша тігін жұмысының барлық түрін орындау. Соның ішінде екі тігісті жеңді астармен өңдеу. Өткен сабағымыздың тақырыбы бір тігісті жең болғанына қайталау сұрақтары төмендегідей. Бұны жазып беріп жібересіңдер маған. Мына жеңнің түрлері. Жең түрлері бізде реглан жең, қондырмалы жең, тұтас жең, жейде жең және аралас жең. Мына тұрған жерде қондырмалы жеңнің бір тігісті, екі тігісті, үш тігісті конструкциясына қарай бөлінгендігі. Мына екі тігісті астарлы жеңнің өңделу бірізділігі төмендегідей. Екі тігісті жеңнің қажетті бөлшектері мына. Одан кейін ол жеңнің алдыңғы қиығын соза үтіктеуі, одан кейін тексерілуі, содан кейінгі бірізділік бойынша алдыңғы қиықты өңдейміз. Оны айыра үтіктегендігі міне төменде барлығы көрсетіліп тұр. Сосын астарды дайындаймыз. Астарды тура үстіңгі басты бөлшек сияқты дайындалынады. Содан кейін астарды негізгі бөлшектерін біріктіреміз. Шынтақ қиықтарын бір мезетте қайып тігілгені. Содан кейін жең аузын бірін бекітуі. Мына жерде астарды негізгі бөлшекке бекіту. Жең аузында бекіту, тігіс үстінде бекіту. Соңында қиғаш тепшімен бекіту. Дайын жеңді ылғалды жылумен өңдейміз. Қондыруға дайындаймыз. Мына қайталау сұрақтарды үйден, пысықтау сұрақтарды үйден дайындап маған жібересіңдер. Осыған қарап бағалаймын. Екі тігісті қондырмалы жеңнің қажетті бөлшектері. Мұнда жеңнің үстіңгі екі бөлігі және жеңнің астыңғы екі бөлігі. Негізгі жіп бағыттары жеңнің ортаңғы сызығына параллель жатады. Мына жең доғасы. Жеңнің үстіңгі бөлігінің жең доғасы. Мына алдыңғы қиығы. Жеңнің үстіңгі бөліктерін бірімен бірін оң беттермен беттестіріп, алдыңғы қиығын өзіңе қарата отырып, 3 см көлемінде соза түктейміз. Шынтаққа жеткізілмей 3 см көлемінде соза түктелінеді. Содан кейін барып, жеңнің үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігін оң беттермен беттестіріп, алдыңғы қиықтарын теңестіріп, үстіңгі бөлігі жағынан 10 мм-ге қайып тігеміз. Басында, аяғында бекітпе бере отырып. Бекітпе беріледі. Енді осы тігісті арнайы жастықшаның көмегімен айыра түктейміз. Бірінші теріс бетінен айыра түктейміз. Бірінші теріс бетінен. Содан соң оң бетінен. Енді жең аузындағы берілген, қайыру сызығына берілген кертпелерге қарай отырып, сол кертпе бойынша бүгілу сызығы бойынша бүгіп үтіктейміз. Жеңнің аузы тез тозбас үшін, әрі мықты болу үшін, жең аузына желімдік қатырманы бүгілу сызығына 2-3 мм жеткізбей, ылғалды жылудың көмегімен жапсырамыз. Енді астарды дайындаймыз. Астарды үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігін оң беттермен беттестіріп, алдыңғы қиығын үлкен үстіңгі бөлігі жағынан тігіс ені 10 мм-мен қайып тігеміз.
матасы астарлық мата жұқа болғандықтан бұны үлкен бөлікке қарай жатқыза түктейміз. Бірінші теріс бетінен, содан кейін оң бетінен бастырып түктедік. Енді жеңнің негізгі бөлігі мен астарлық бөліктерін біріне бірін оң беттермен беттестіріп, тігістерді біріне бірі сәйкестендіріп шаншып алып, астарды негізгі бөлікке 10 мм тігісте қосып тігеміз. Сол кезде біріне бірі жалғасқан жең шығады. Енді осы жеңнің астар жағынан бүгілген сызық бойынша тағы да бір рет бастырып үтіктеп шығамыз. Сөйтіп сол бүгілген түбінен еркіндікке 10 мм бүгіп, артығынан бүгіп, бастыра түктейміз. Бұл біздің қолымыздың қимылына беретін еркіндік. Сол бастырылып үтіктелген күйінше сәйкестендіріп шаншып аламыз дағы. Негізгі бөлшектің астыңғы бөлігі жағынан шынтақ қиығын бекітпе бере отырып, тігіс ені 10 мм қайып тігеміз. Бір мезгілде астарымен қоса. Жең аузында бекітпе берді. Тігіс ені 10 мм. Шынтақ қиығы астыңғы бөлік жағынан тігіледі. Енді осы тігісімізді арнайы жасқышаның көмегімен жеңнің арасына салып, теріс бетінен негізгі бөлікті айыра түктейміз дағы, астарлық бөлікті жатқыза түктейміз. Астарды жатқыза түктейміз. Содан кейін астарменен негізгі жеңнің бөлшектерін біріктіріп, тігістерді сәйкестендіріп, бекітпе береміз жең аузында. Алдыңғы тігіс бойымен де, шынтақ тігісі бойымен де. Тура бүгілу сызығымен бүгеміз. Тігістерді сәйкестендіреміз. Жең аузына бекітпе беріледі. Бұл біздің астарымыз алға шығып кетпес үшін, сыртқа шығып кетпес үшін. Енді тігістің жең аузынан жоғары қарай 10-15 см көлемінде тігісті сәйкестендіріп, астарды бекітеміз. Содан кейін оң бетіне айналдырып жеңді, бүгілу сызықтарын дұрыстап, қол тепшімменен, уақытша қол тепшіммен, қиғаш тепшімменен жең аузынан жоғары 10 см көлемінде бір бекітпе береміз. Бұл жылжып кетпес үшін, айналып кетпес үшін, жеңді қондырған кезде соған берілген уақытша тепшім. Тура осындай бекіту үшін берілген қиғаш тепшімді жоғарғы жең түбі жағынан 15-20 см көлемінде тағы да береміз. Бұндай қашықтау беріп атқан себебіміз жеңді алдағы уақытта бұйымға қондырып тіккен кезде айналып кетпес үшін. Әрі жоғары жағы негізгі бөлшек тіккен кезде астарды астына қайырып қояды. Мына осымен жеңіміз дайын. Соңғы ылғалдық жылумен өткіземіз. Енді үйге тапсырма. Осы сабақтың соңындағы пысықтау сұрақтарына жауап беріп, маған жазып жіберіңіздер. Сол бойынша бағаланасыздар. Сосын келесі сабағымыз біздің осы тақырыпта іс тәжірибелік жұмыс болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.